Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 97-ші сабақ. Роботтың болашағы. Кішкентай робот туралы ертегі. Ертеде бір кішкентай робот өмір сүріпті. Ол роботты зауытта жасап шығарған екен. Бір күні ол робот бір үйде өмір сүріпті. Ол үйдегі балалар мен үлкендерді алдандырады екен. Үй шаруасына көмекші болады екен. Кішкентай роботтың миына қатаң бағдарлама салып қойған екен. Ол робот сол бағдарлама бойынша әрекет етеді екен. Мысалы, таңғы ас дайын болса, сәлем, таңғы ас дайын деп хабар береді екен. Және таңертең үйдегі анасы, әкесі жұмысқа кететін кезде, балалар мектепке, балабақшаға баратын кезде, таңғы 8-де кішкентай робот музыканы қосады екен. Және тұратын уақыт келді, таң атты, көп ұйықтауға болмайды деп оятады екен. Ал үйге кешкісін барлығы қайтып келгенде әңгімелер айтып, күлдіреді екен. Жатар алдында балаларға ертегі айтып, ұйықтатады екен. Осының бәрін күн сайын қайталанады екен. Кейде мейрам кезінде бүкіл отбасы үйде болады. Кішкентай робот олармен бірге кәдімгі адам сияқты күліп, қуанғысы келеді. Бірақ ол тек жансыз темір еді. Кішкентай робот соны түсінеді. Кішкентай робот өзінің ешқашан адам бола алмайтынын білді. Себебі оның денесі темір мен пластмассадан жасалған еді. Денесі адамға ұқсаса да, алайда оның жүрегі жоқ еді. Сондықтан ерте ме, кеш пе тетіктері бұзылып қалса, жарамсыз болып қалатынын білді. Соны ойлап, робот қайғырады. Егер робот тапсырманы орындамаса, оны жөндеу шеберханасына апарып тастайтынын біледі. Ал егер жөндеу шеберханасында да жөнделмесе, қоқысқа апарып тастайтынын білді. Енді ол бұрынғыдай өмір сүре алмады. Қатты ренжулі болды. Уайымдайды. Бірте-бірте робот үлкен үйде жалғыз жиі қалып, ешкімге керек емес екен сезінді. Тіпті ең жақын деген достары да әзіліне мән бермейтін болды. Кішкентай робот бір таңғажайып нәрсе жасағысы келді. Бір күні таңертең үйдегілер кетіп қалғанда, далаға шығып, балалар ойнайтын аулаға келді. Қараса, айнала тапталған, шашылған қоқыс. Кішкентай робот бірден іске кіріседі. Бүкіл қоқысты жинап, орындықтарды тазалайды. Және балаларды ойнатып жүретін аналар мен әжелерге арналған көлеңкелі 2 орын жасайды. Жарты сағаттың ішінде гүлдерді отырғызады. Кенет, «Ей бала, атың кім?» деген біреудің нәзік даусы естиді. Кішкентай робот бұрылып қараса, әдемі, бойы ұзын шашты, 10-11 жастағы қызды көреді. Кішкентай робот сүйсініп қарайды. Қыз да күлімдеп қарап тұр. «Мен кішкентай роботпын», деді ол. «Сен қайдағы роботсың?» деп қыз күлді. «Сен кәдімгі баласың ғой? Қарашы түріңе, шалбарыңды жыртып алыпсың, мұрның кір». Кішкентай робот төмен қарап тұрып қалды. Темір аяқтарының орнына көк шалбар киген кәдімгі адамның аяғын көрді. 2 ілгіш тәрізді қолдарының орнына әдемі саусақты адамдарды көрді. Робот жердегі шалшық суға қарайды. Одан мұрны кір-кір белгісіз бала қарап тұрады.
Мен сені Миша деп атаймын, келсесің бе деп сұрады қыз. Қандай керемет, сен Миша, ал мен Маша, жарасып-ақ тұр. Робот басын изеді. Маша оның қолынан ұстады. Олар қаланың бұрын көрмеген жерлерін аралауға жүгіре жөнелді. Көрдіңдер ме, балалар? Ертегі ұнады ма? Кішкентай робот өзінің еңбекқорлығының арқасында кәдімгі балаға айналды. Сіздерге ертегі ұнады ма? Осындай ертегілерді алда көрем десеңіздер, каналға тіркеліп алыңыздар.